Міне жаңа айтып кеткендей, социализация блокчейні. Блокчейн технологиясын әлеуметтендіру арқылы біз өмірді өзгертуімізге мүмкіндік алады екенбіз. Жаңа айттым, электрондық ақшаның өзі 3 түрлі кезеңнен өткен. Біріншісі ол Proof of Work. Бұл компьютерді пайдалану арқылы биткоинді шығаруға майнит етілген. Екінші Proof of Stake. Это доведение баланса немесе бухгалтерлік есеп қисап. Бұл жерде арзанмен алып қымбатқа сату кезеңі. Одан кейінгі үшінші кезең пайда болды. Осы майнер және форжинг мамандықтарын пайдалана отырып, за хранение монеты бүкіл дүниежүзілік төлемақы жүйесі пайда болды. Алғашқы екі кезең Proof of Work пен Proof of Stake, олар биржаға байланысты. Биржада қаншалықты сұраныс көп болған сайын, олардағы криптовалютаның түрлерінің ақшасы құны өсе бастайды. Призм криптовалютасы ол бір монетадан миллион монетаға дейін бір кошелекте өзінен өз майнит етіледі. Бір монетадан майнинг басылады. Ол сіздің жеке кошелегіңізде болады. Ол өмірге келген күннен бастап бір монетасы $1 тең болды. Бұл призм криптовалютасы немесе монетасы бір монетадан көбейеді. Эмиссиясы 6 миллиард. 6 миллиард шыққанша 12 жыл жұмыс бар екен. Әр жылға лимит бар. 150 миллион монета шығу керек. Енді призм монетасы жұмыс істеу тәсілін кімнен алды деп ойлайсыздар? Немесе осы біздер қазір бәріміз кредит алып отырмыз, қарыздармыз, бірінші сатып алайық десек, бәрін долларға шығамыз. Енді сол долларды біз кімнен алып отырмыз? Сол туралы айтып кетейін. Қараңыздар. Международный валютный фонд бүкіл 189 мемлекетке өзінің долларын сатады. Сен орталық банк арқылы, орталық банк екінші дәрежедегі банкке, ол екінші дәрежедегі банк қарапайым халыққа берген кезде 15 пен 25% арасында кредит алады екен. Енді қалай ойлайсыздар? Осы $1 Международный валютный фонд қаншаға жасап шығарады? Немесе $100 кефир, $100 ақшаны шығару үшін қанша ақша кетті деп ойлайсыз? Барлығы жоғы 12 цент кетті. 12 тиынға $100 ақшаны печаттап шығарады, оны орталық банкі, орталықтың банкі екінші дәрежелі банкке, одан қарапайым халыққа келді. Қарап тұрсаңыз, жұмыс істеу тәсілі өте тамаша, қарапайым бизнес. Қағазды аласында 12 тиын расход жасайсың, шығын шығарасында, оны 25%-ке дейін сатасың. Және 189 елді өзге тәуелді етіп қоясың. Сол доллар шыққан күннен бастап, доллар тарату правиласын Международный валютный фонд ойлап бекітіп қойған. Біз сол тәсілмен жұмыс істеп отырмыз. Енді призм валютасы, призм криптовалютасы сіздерге осы Международный валютный фондтың жұмыс істеу тәсілін ұсынады. Қалай? Міне, қараңыздар, әр қайсыңызға бір монетадан таратып береді. Әр қайсыңыз қалағаныңызша монетаны сатып алу арқылы арғырай көбейту өз-өзінен парамайндік технологиясы арқылы көбейе береді. Парамайндік қай кезде пайда болады? Ол адамдардан адамдарға бір монетаны лақтырып жіберген кезде монета пайда болады. Парамайндік. Адамдар арасындағы транзакция кезінде пайда болады. Осы технология парамайндік деп аталады екен. Енді Международный валютный фондта әрбір қарапайым адам тұрады да, өздерінің кошелегіне шақырған адам, осы информацияны берген адам монета сыйлайды. Бұл жерде сізден монета алмайды, керісінше сізге монета береді. Сол монета сіздің кошелегіңізге түскен күннен бастап көбейе береді. Егер 10 жыл отыратын болсаңыз, бір монетаңыз 10 жылда миллион монета болуы мүмкін.
егер сіз 10 жыл бойы күтпеймін, ары келсе 2-3 жылда осы монетаның табысын көрейін, немесе бір белгілі жағдайларын дұрыстайын десеңіз, онда өзіңіздің кошелегіңіздегі монетаның санын көбейтуге тырысасыз. Бұл жерде оның көбеюіне екі түрлі фактор әсер етеді. Бірінші, өз кошелегіңіздегі монетаның саны және сіз кімдерге айттыңыз. Сол кісілердің алған монетасының санына байланысты сіздің кошелегіңіздегі монетаның жылдамдығы тездетіледі. Тек қана өзіңіз ғана алып қойсаңыз да болады, немесе адамдарға айтсаңыз да болады.